Трансформер жиналмалы сумка. Осындай жинап қоясыздар. Ұстап шығуға ыңғайлы, өте ыңғайлы. Жинап қоюға да ыңғайлы. Біреуге сыйлыққа берсеңіздер, өте тамаша, керемет. Осындай трансформер сумканың тігілу әдісін мен сізге қазір үйрететін боламын. Ол үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге Серікгүл Медетбайқызы. Ал кеттік. Ені 15-те 15 қып, 2 дана тырнақ құрақ тігіп аласыздар. Оны біріне бірін біріктіресіздер. Сосын осындай ұзындығы 80 сантиметрлік замок аласыздар. Тістерін төмен қаратып, 2 құрақтың біріктірген жерінен бастап тіге бастайсыздар. Замоктың тісі төмен қарап тұру керек. Мінекей, мына жерге, мына шетіне қойып тігемін. Мінекей, теріс қарап тұрады замок. Мына шетіне келгенде, мына шетін былай қиып жібереміз. Бұрылуына оңай болу үшін. Мінекей, қараңыздар, былай тіккенде жаймен плавно тартасыздар. Мына жерге келгенде тағы да тіліп жібересіздер. Мінекей. Бұрылған кезде жаймен плавно бұрасыздар. Тартпайсыздар. Мына жерге келгенде шамалы артқа қарай бір жүріп аламыз. Мына жерге осылай қоя тұрасыздар. Мына ортасы. Енді мына шетінен өтіп кетіп, мына шетінен бастап қайттан тігеміз. Алдыға артыға жүріп аласыздар. Бірнеше рет жүріп жібересіздер. Сосын тура тарта береді, тартып тіге бересіздер. Мына жерге келгенде тағы да қиып жібереміз. Бұрыштарына келгенде өстіп қиып жіберуді ұмытып кетпеңіздер. Замокты тартпай босытайсыздар. Қатты босатып жібермейсіздер, свободно ұстап отырасыздар. Мына жерге келгенде нарасын жаймен қайырып тігіп жібереміз. Мына шетін қиып тастаймыз. Мынадан мына өте тақамай, сәл былайырақ әзірге қиып аламыз.
Мына қалғанын бір кәдеге жаратуға болады. Сабачка салып, қысқа замок пайдаланатын жерге пайдалануға болады. Енді мына шетін кішкентай тігіп жіберем. Әзірге сөгіліп кетпес үшін. Замок шығып кетпес үшін тіктай тігіп жіберем. Мынаны әзірге тігіп жібердім. Мынаны сәл артқа жүргізіп, замогын шығарып аласыздар бері қарата. Аяқ тігіп тастасаңыздар болады. Енді мынаның 37 сантиметрлік жерін біріне бірін бекітіп тігіп аласыздар. Мына тұтқасын екі бүктеп тігіп аламыз. Бір шетінен екі бүктеп тігіп аламыз. Екеуінде дәл осындай қылып тігіп аласыздар. Мынандай қылып өтіктеп аласыздар. Мына шетін өтіктеп аласыздар да 0,1 қылып тігіп шетін тігіп аласыздар. Ортасын белгілеп аласыздар. Мына мен ортасын белгілеп алдым, қақ ортасын. Енді екі шетінен былай 5 сантиметр өлшеп аласыздар. Мынандай 5 сантиметр өлшеп аласыздар. Артқы жағында дәл сондай өлшейсіздер. Міне. Екі беті де 5 сантиметрден өлшенеді. Енді мына шетінен алып, мінекей өлшенген жердің ар жағына қоясыздар. Тұтқалы тұтқаларыңызды, соны былай 1-2 тігіп өтесіздер. Қайырып қамағанын қадағалайсыздар. Екіншісінде дәл сорадан өлшеп аласыздар. Өлшенген жерден мінекей осындай қылып тігіп аласыздар. Мынандай қылып шетіне тігілді. Қайырылып тігілгенде былай ұсталатын болады. Мына бетінде дәл солай тігіп аласыздар. Енді осыған мынау бір беті, мынау екінші беті. Осыған мына екінші бетімен бірінші бетіне екінші бетін тігіп аласыздар. Былай тігесіздер. Мынандай өтіктеп алдық. Енді шетін айналдырып тігіп өтеміз. Мынандай шетін тігіп аласыздар екі қатар. Сәл жалпақтау тіксеңіздер де болады, ішіндегі қайырылған жалпақ болса. Мен онша жалпақ қайырған жоқпын, ішін грубый болып кетеді деп, сондықтан мынандай жіңішке қана тігіп алдым. Енді мынаған мынаны былай тігіп аламыз. Мынаны тігіп аласыздар. Ортасын белгілеп аласыздар. Енді мынаның ортасын, мына шетін, екі шетін ортасына былай, мына екі шетіне былай тігеміз. Мінекей.
мына екі қосылған жағын мына ортасына келтіреміз. Мына ортасын бүйтіп тауып аламыз. Мінекей. Ручкамен сызып аламыз, тауып. Мінекей, ортасына ручкамен бүйтіп сызып аласыздар. Так, қызылпасымен сән. Немесе бормен сызасыңдар. Мына жерге бірінші түйреп аласыздар. Түйреуішпен түйреп қоясыздар. Бұлай түйреп аласыздар. Енді айналасынан тігіп аласыздар, немесе түйреуішпен түйреп отырып тіксеңіздер болады. Мына жерден бір екі жүріп аласыздар. Мынандай шетіне келген кезде бүйтіп жаймен тіл жібересіздер. Тақап отырып тігесіздер. Мынандай шетіне келген кезде бір екі рет жаймен тігіп өтесіздер. Инені абайлайсыздар, инені сындырып жіберу қаупі бар. Мынандай лента тігіп аласыздар, бүктеп бүйтіп тігіп аласыздар. Кәдімгі 3 сантиметрлік лентаны тіге берсеңіздер болады. Бұл бізге крючок ретінде кетеді. Мына, мынау крючок ретінде кетеді. Енді бұны біз мына жерге қоямыз, мына араға қоямыз. Қазір мен мынаны қайттан сөгем. Мына крючокты мына жерге тігіп аласыздар. Астына тігіп жібересіздер. Мынаның астына тігіп жібересіздер.
алды артқа жүресіздер. Қайттан артқа бір өтесіздер. Мына шетін жаймен тіліп жібересіздер. Мына шетін жаймен тартасыздар. Былай тартып барып тігесіздер, қазір әйтпесе кедергі жасайды. Қатты тартып кетті. Мына жерге келгенде абайлайсыздар. Мына жер өту қиын. Мына жерде қиындап өтесіздер. Ішкі жағына 30-да 15 қып мата қиып аласыздар подкладкіге. Астарының подкладкысын тіктік. Оны да дәл ана бетінде тіккендей қып, ортасына қойып тігесіздер. Мына ортасынан алып тігесіздер. Сосын бұдан бір шетінен андай ашық қалдырасыздар. Өйткені одан айналдырып шығуымыз керек. Мына шетін тігіп жібереміз. Мынандай қып тігіп аласыздар. Енді ішіне айналдырасыздар. Мынандай шопер сумка шықты. Мынау асты. Енді мына бетіне мына жерге мынаны
үтіктеп аламыз. Мынандай шопер сумка шықты. Асты мынандай. Бұл енді жиналмалы трансформер сумка. Шопер. Бұны осылай жинаймыз. Бұлай жинайсыздар. Мынандай жиналмалы сумка болды.